Қайырлы күн достар, сіздермен Лаура Базарбай, бірақ бұл әдеттегіден өзгеше видео. Бүгін мен сіздерге жақынырақ танысу үшін осындай форматта видео түсірдім. Бір жағынан сіздермен танысамыз, ал екінші жағынан қыз-келіншектерге үй жинауға бір мотивация болсын деген ойым болды. Ал екінші жағынан өзімнің бір күндік өмірімді сіздерге арнаймын, көрсетемін деп шештім. Өздеріңіз байқағандай, біз екі кроваттың ортасында жерге жатып жүрміз. Өйткені жақында қызымды кроваттан құлатып алып, қатты ұйықтап кеткен кезде содан бері қорқып, енді жерге жатып жүрміз. Балаларға екеуіне екі бөлек кереует алғаннан кейін бөлек жатқызамыз деген ойым бар. Әзірше осылай. Енді екі кровать тұрып, ортасында көрпе жатқаннан кейін сіздерге сұрақ туындауы мүмкін, сол үшін де айтып өтіп жатырмын. Осындай видео түсіруімнің тағы бір себебі, бүгін әкеміз демалып жатыр, соны пайдаланып барынша ұзақ форматтағы видеоны түсіріп қалуға тырыстым. Әйтсе де бұндай видеоны бұрын түсірмегендіктен көп жерлерде камера қосуды ұмытып кеттім, бір жерлерде камера құлап қалды, кейбір жерлерде вообще түсіре де алмадым. Ыңғайсыздық тудырды, мысалы туалет, ванна қанша жерден әдемі қылып түсірейін десем де мүмкін емес сияқты болды. Сондықтан ол ондай қатты лас жұмыстардың барлығы камераның артында қалды. Әйтсе де енді сіздер музыканы қосып қойып, ондай жұмыстарды өздеріңіз жасай бересіздер деген үміттемін. Және қыздар, сіздерге мен күшті өзімнің лайфхагыммен бөліскім келеді. Көбіне мен кір киімдердің, яғни жуылған киімдердің сушилкада күні бойы ұзақ тұрғанын ұнатпаймын. Кәдімгідей көзіме ауыр тиеді. Сондықтан мен көбінесе кірді кешке жуамын, және ол түні бойы кебеді, ал таңертең жинап тастаймын. Осындай шағын лайфхакпен бөлісіп қоюды жөн көрдім. Егер сіздерде ондай лайфхак болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Және қыздар, жігіттер, жалпы мені қарап отырған барша көрермендеріме айтқым келеді. Мен бұны бұрынғы видеоларымда сұраған емеспін. Әйтсе де егер менің қандай да бір видеоларымды қарасаңыздар, лайк басып, комментарий жазып, және мүмкіндік болса жазыла кетсеңіздер екен. Бұл сіздерге қиындық тудырмайды. 1-2 секундтық жұмыс болуы мүмкін, ал мен үшін бұл үлкен мотивация. Біздің үйде нан көп желінбейді, сондықтан ұзақ тұрып қалатын болғандықтан мен көбіне нандарды таңғы асқа осындай қытырлақ қылып тастаймын. Сырты хрустящий болып тұрады, қытырлақ болып және ыссы болып, іші жұмсақ болады. Маймен таңғы асқа жеген өте дәмді. Тостер жоқ болса да кәдімгідей табаққа алып, екі жағынан қыздырып, шамалы күйдіріп аласыз. Өте дәмді болады. Егер қыздар нан сіздің үйіңізде де ұзақ тұрып қалатын болса, осы бір тәсілді көріңіздер, және нанға да ысырап болмайды.
Менің ең жек көретін жұмыстарымның бірі үйдегі осы ыдыс жуу мен пол жуу ғой. Кәдімгідей ұнатпаймын. Бірақ күніне бірнеше рет жасауға тура келеді. Солай ма қыздар, сіздерде де әлде керісінше жақсы көресіздер ме? Ыдыс жуғанды жақсы көретін адамдар да бар екен. Дала бүгін күшті болып тұр. Және бәрі жаңа жылға қарсы уборка жасап жатқан сияқты. Күн шығып, қыстың осындай уақыты ұнайды. Әдемі, иә? Жолдасымның анда-санда демалысын пайдаланып қойып, бүгін барынша еркелеп жатырмын. Бүгін түскі асқа жолдасынан домашний донор. Осылай фаршты, тағы бірдемелерді қуырып алып, одан кейін дүкеннен лаваш әкелдім, фри алып келдім, одан кейін өзінің фирменный соусын жасады. В общем, осылай дәмді, кәдімгі күшті донор болып шықты. Мына соуста кәдімгі майонез и не қосты? Қиярдың рассоян қосты, оған су қоссаңыздар да болады. Сол кезде кәдімгі донордың іші сухой емес, андай сочный болып шығады. Қазір дәмін көретін боламыз. Масқара эффектіні ма деймін. Ух ты! Так, көрейік. Сразу бетімді тыржиып па? Подстава. Ne? Қайтам? Фокус кетіп қалды, ана болып келді. Лаура болған шығар, мен де жинжап.
бүйтеді. Түскі ас жолдасымнан болды. Енді кешкі асқа дәмді сорпа дайындау менің міндетім, сондықтан оны ертерек қойып жатырмын. Биылғы етіміз сәл ұзақтау піседі екен, соған қарағанда үлкендеу мал болса керек. 2-3 сағат толық піседі, сондықтан да ертерек қоямын және кешкі асты да ертерек ішуге тырысамыз. Қыздар, егер жаңажылдық дастарханға немесе балаларға тәтті десерт дайындағыларыңыз келсе, ютубтан стеклянные ягоды немесе танхолу деп іздеп көріңіздер. Сырты қатты карамель, іші кез келген жеміштектен отыратын осындай тәмді десерт дайындауға болады. Кешке инсардың жегеннен реакция түсіремін бұйыртса. Мінекей Мариямның күнделікті жұмысы осындай. Маған поддержка беру. Әкесі инсарт алып келуге кетті. Соның арасында мен шашымды шешіп, кешке фотосессияға дайындалып жатырмын. Мандан бері ұйпа-түйпа болып жүргеннің себебі де сондықтан. Қалай қыздар, жараса ма маған? Это. А? Теперь. Давай. Күнбас сыртта конфет, оның сырты. Тоже это? Сыртта конфет. Ой, Ол конфет. Саламат еш. Он? А где досочек белый? Не открывай его. Күнделікті өмірде біз байқай бермейтін өте уақытты ғажайып сәттер болады. Меніңше сондай сәттердің бірі ол отбасымен бірге уақыт өткізу, таңғы ас ішу немесе ас бөлмеде жиналып әңгіме айту, тіпті тамақ пісірудің өзі, бірге тамақ жасаудың өзі бөлек бір эстетикасы бар. Қыздар, жігіттер, бір күндеріңізді осылай отбасыларыңызға арнасаңыздар, ерекше бір энергияға толғандарыңызды сезінесіздер. Айтпақшы, мана сорпа жасаймын деген, бірақ ет майлы болғандықтан бешбармақ жасап жүруге идея болды. Сондықтан осындай жолдасымның қалауы бойынша кешке ет астық. Осы жерде бірден ескерте кетейін, менің жолдасым күнде осылай емес, күнде мен қасында жүріп барлық тамаққа, үйге көмектеседі екен деп ойлап қалмаңыздар. Бүгін демалысы болғандықтан осындай отбасылық күнді жасадық. Одан кейін балалар ойнады, өзіміз де ойнадық, биледік. Осындай бір күн өтті. Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Сіздерге осындай жаңа видео форматы ұнады ма? Қандай ой түйдіңіздер және сіздерге үй жинауға немесе отбасылық күн жасауға мотивация бере алдым ба? Комментарийға жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Лаура Базарбай. Келесі видеоларда кездескенше. Сара, мостaki, аға келеді, оны ұстайды. Мен есімді еттім.